Hi kids, how are you today? My name is Ахмарала Бибула and you are welcome to my funny English class. Сәлем балақай, менің есімім Ахмарала Бибула және мен сенің жаңа ағылшын тілі мұғаліміңмін. Before we start our lesson, look at these pictures. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына суреттерге қараңыздаршы. What can you see at these pictures? Суреттерде не көріп тұрсыздар? And how do you think? What is the theme of our today's lesson? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Yes, of course. Today we are going to talk about music and art. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы music and art, яғни өнер және музыка. And today we are going to study lots of vocabulary about music and art. Балалар, бүгін біз сіздермен музыкалық аспаптар және өнер туралы көптеген жаңа сөздер үйренетін боламыз. But before we start our lesson, let me ask you a few questions. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге бірнеше сұрақ қойғым келіп отыр. Open your books at page number 64. Өздеріңіздің кітаптарыңыздан 64-ші бетті ашыңыздар. Look at exercise 1. Бірінші жаттығуға қараймыз. Look at the picture. Are they playing classical or modern music? Балалар, қалай ойлайсыздар? Суретте классикалық музыканы ойнап жатыр ма? Немесе жаңа заман талабына сай музыка ойналып тұр ма? And my next question is, менің келесі сұрағым, Music makes me feel happy. Менің келесі сұрағым, how does music make you feel? Музыканы тыңдағанда сіздер өздеріңізді қалай сезінесіздер? Міндетті түрде маған кері байланыс беріп, өздеріңіздің жауаптарыңызды айтыңыздар. And now look at exercise number 2. Ал қазір екінші жаттығуға қараймыз. Listen, point and repeat. Тыңдаймыз және қайталаймыз. Бұл біздің жаңа сөздер, сондықтан сөздердің жазылуын міндетті түрде дәптерімізге, сөздік дәптерімізге жазамыз. Jet again. Repeat one more time. Jet again. Jet again. And our next word is Drum. repeat one more time. Drum. Okay, very nice. Let's continue. Tambourine. Repeat one more time. Tambourine. Okay, very well done. Look at the next picture. Келесі суретке қараймыз. And repeat. Тыңдаймыз және қайталаймыз. Piano. Repeat one more time. Piano. Okay, very nice. Let's move on to the next word. Келесі сөзге қарайық. Caboose. Repeat one more time. Caboose. Well done, super. Let's look at the next picture. Келесі суретке қарайық. Dombra. Repeat one more time. Dombra. Okay, very nice. And now look at the next picture. Келесі суретке қараймыз. Guitar. Repeat one more time. Guitar. Okay, very nice. Келесі суретке қараймыз. Look at the next picture. Violin. Repeat one more time. Violin. Okay, well done. And we have our last word. Балалар, енді бізде бір-ақ сөз қалды. Recorder. Repeat one more time. Recorder. Well done. Балалар, біз сіздермен бүгінгі сөздердің барлығын қайталап шықтық. Сонымен қатар сіздер өздеріңіздің сөздік дәптерлеріңізге жазып алдыңыздар деп ойлаймын. Ал енді осы бүгінгі айтылған жаңа сөздерді біз сіздермен 4 түрге бөлеміз. Ол қандай түр деп ойлайсыздар? Percussion, woodwind, string
or keyboard. Мысалға былай. The zhettigen is a string instrument. Жетіген is string instrument. The zhettigen is a string instrument. The tambourine is a percussion instrument. The kobitz is a string instrument. The piano is a keyboard instrument. Okay, very nice. Ал енді балалар, ары қарай біз үшінші жаттығуды орындаймыз. Look at exercise number 3. Complete the drawing. Балалар, үшінші жаттығуда біз сіздермен мына суретті аяқтауымыз керек. Және ол суретті өзімізге ұнайтын түспен бояуымыз керек. Now look at exercise number 4. Балалар, ары қарай біз осы суретті боядық. Ал енді бояған суретімізді көрсетіп, классқа айтуымыз керек. This is my chair. It's orange, a warm color. This is my chair. It's orange, warm color. Балалар, біз сіздермен түстерді екі түрге бөлеміз. Cool colors and warm colors. Яғни суық түстер және жылы түстер. What are the cool colors? Суық түстер дегеніміз ол қандай түстер? Қалай ойлайсыздар? For example, green, blue, violet is cool colors. Мәселен, жасыл немесе көк түстер суық түске жатады. And warm colors are red, orange and yellow. Қызыл, сары түстер олар жылы түске жатады. Ал сіздер орындықты қандай түске бөледіңіздер? Суық түске ма, немесе жылы түстерге ма? Бұл туралы да бізге міндетті түрде кері байланыс беріп, айтып кетіңіздер. Our lesson is over. Your home task is to learn by heart new vocabulary. Сіздердің үйге тапсырмаларыңыз бүгін үйренген жаңа сөздерді жаттау. Goodbye, children.